немерелеріңіз және де бар кәдімгі казерной тұз секілді. Айжан жеңгем менің осылардың астың дәмін келтірген тұз секілді. Расында бұлар қалай осал болсын, жақсы анадан туылған соң сіз секілді дегім келеді. Мысалы, өмірге санжардай ұл келсе, ұл келді деп пісіміледі бірінші кіндігін қияды дейді. Сонымен тай-тай басып жүргенде тұсауын қияды дейді. Сонымен алаңғасарланып ойнап жүргенде сенен сұрамайды да, главный жеріңді қияды дейді. Енді мына ұлы сөзі ұят жоқ, ардақты ағайын. Ынтымақтан бүлінбе дейді, той болғасын бір шаттанып күлімде дейді. Мәрт көңілді Мұхтар дейтін ағамыз бар ортада, ел ағасы атанып жүр бүгінде. Олай болса Мұхтар ағамыз батасын беріп, шашын кессін, қазағым сіздей кісіге төрін берсін, сізге сөз сүгінін ұсынайын, сіздің жолыңызды санжарға берсін деген ниетпенен кеңіз Мұхтар аға.